Жылжып жыл аяғына да жеттік. Бүгінде осы жылға жоспарланған барлық жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Көпшілігі қазірдің өзінде тапсырылған. Бірақ әлі күнге дейін жұмыстары созылып жатқандары да жоқ емес. Мәселен 9-шы ықшамаудандағы жаңа мектептің құрылысы. Нысанның тапсырылу мерзімі бірнеше рет бұзылған. Соңғы кездесуде мердігер ұйым осы айдың 20-сы тапсыруға қажет болатын. Мебель вы завезли, кухонное оборудование. Қажетті жиһаздарды, ас үй жабдықтарын әкелдіңіздер. Алайда әлі жеткіліксіз. Жолда келе жатқандары да бар екенін білдік. Сіздер маған бүгін жұмысты тапсыруларыңыз қажет еді. Берген уәделеріңізде тұрмадыңыздар. Мердігерлермен өткен соңғы кездесуде қала басшысы әлем балалар жасөспірімдер орталығында жүргізілген жөндеу жұмыстарына да тоқталды. Ағымдағы жылы ғимаратты және шатырды жөндеу үшін бюджеттен 50 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Жұмыс жазда басталды. Нысанның тапсырылу мерзімі 31 тамыз болатын. Негізгі жөндеу жұмыстары қыркүйек айының ортасында аяқталды. По большому счету, хорошей строительной компании вот эти вот виды работы не выеденного яйца не стоят, честно сказать. Үлкен мердігер үйім ретінде қарасақ, сіздердің бүгінгі таңда атқарып жатқан жұмыстарыңыз мүлде талапқа сай келмейді. Ол мекемеде балалар білім алады. Болашақ балалардың қолында. Олар үшін неше түрлі дүние жасауға әбден болатын еді. Осы әлем балалар үйі жөндеу жұмыстарын қаншама жыл күтті. Сіздер болсаңыздар өздеріңізге қойылған талапты дұрыс орындай алмай отырсыздар. Қала көшелерінің толық жарықтандырылуы Теміртау басшылығын ғана емес, қала тұрғындарын да алаңдатады. Шаһар әкімі Ғалым Әшімов Димитров көшесіндегі шамдардың жұмысына көңілі толмайтындығын білдірді. 16-го я это все заметил, уведомил. Мен 16-сы күні осы көшемен жүріп өттім. Біраз жарық шамдар жұмыс жасамай тұрды. Ескерттім. Одан бері 4 күн өтті. Өз жұмыстарыңызды дұрыстап атқарсаңыздар жақсы болар еді. Қыс келгелі көктайғақпен күресу мәселесі туындайды. Қанша тұз аралас құм сеуіп, қарды уақытымен тазаласа да, мердігер ұйымдар табиғат күшінен асып, өз жұмысының нәтижесін көрсетуге қауқарсыз. Қала тұрғындары қала көшелерінде сырғанақ теуіп жүр. Теміртау хорошо чистят, но... Теміртау қаласында жолдар жақсы тазаланды деп ешкімді айтпайды. Халық таза жолдармен жүруге әбден құқылы. Сіздер ақша алғаннан кейін уақытылы құм аралас тұз себулеріңіз қажет. Қаламызда әсіресе ана әлем сауда орталығының базары маңын қадағалау керек. Адам көп жүреді, оқыс жағдайдың алдын алуларыңыз керек. Есікті ашып, доңыз жылы кіріп келеді. Бүгінде осы жылға жоспарланған барлық жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Жауапты мердігерлер жыл аяғына дейін барлық жұмысты аяқтауға уәде етті.